Баршаларыңызға сәлем. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді шығатын ұйғыр самсасының рецептімен бөлісемін. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнымыздың үстіне салқындатылған сары майды салып, ұнға ауната отырып, түлкіден өткізіп, песочный масса дайындаймыз. Немесе сары майларыңыз бөлме температурасында жұмсақ болса, қолымызбен үгітеміз, солай песочный масса дайындаймыз. Песочный массамыз дайын, үстіне 1 шай қасық тұзымызды сеуіп, бөлек ыдыста жұмыртқа мен қаймақты біріккенше араластырамыз. Біріктіріп аламыз. Осылай біріккен массамызды песочный массаның үстінен құйып, қолымызбен қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін 3 бөлікке бөліп, кішкене еу қанғанша қалдырамыз. Еу қанған қамырымызды біртіндеп осылай жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырымызды жұқа етіп жайып алғаннан соң, үстіне осылай бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды бір келіке етіп жайып шығамыз. Сары майдың орнын топленый маймен де алмастыруға болады, ол да дәмді шығады. Барлық шетіне жақсылап жағып шығамыз, рулет қылып орап, холодильникке жібереміз. Қалған бөліктерді де осылай жайып, бетіне май жағып, орап, холодильникке қоямыз, қатқанша толық. Бізде песочно-слоеное тесто дайын болды. Енді самсаларымызды түйеміз. Самсамызды таразының көмегімен 30-35 граммнан бөліп аламыз. 30-35 грамм өте ұйғыр самсасына идеальный грамм. Өйткені қатты үлкен де болмайды, қатты кішкентай да болмайды. Орташа болып шығады. Осылай 30-35 граммнан барлық қамырымызды бөліп аламыз. Немесе сіздерде таразы болмаса, көз мөлшерлеріңізбен де бөліп алсаңыздар болады. Қамырды барынша жылдам жұмыс жасауға тырысамыз. Өйткені бөлме температурасында сары майы, құрамындағы сары майы еріп, қамырымыз жұмсақ болып кетеді, түйуге ыңғайсыз болып қалады. Осылайша ұнға ауната отырып, қамырларымызды жайып, самсамызды түйеміз. Начинкасына кез келген начинканы қолдансаңыздар болады. Ешқандай да қатып қалған қағидасы жоқ. Өздеріңізге ұнайтын кез келген начинканы сала берсеңіздер болады. Етті майдалап турап, пиязбен араластырып салсаңыздар да болады. Тауықтың төс етін де қолдансаңыздар болады. Картоп немесе асқабақ салып та начинка дайындауға болады. Менде бүгін асқабақ қосылған начинка. Асқабақты майдалап турап, оған сиыр етінен фаршты қостым. Пияз және дәміне қарай тұз бұрышымды қосып, начинка дайындаймын. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Видеоға мұқият қарап, осылай ұйғыр самсасының түйу әдісін көрсеңіздер болады. Начинканы қамырымыздың бір шетіне қарай саламыз, үйіп, сол кезде самсаларымыз томпайып әдемі болып шығады. Немесе құр фарштан жасайтын болсаңыздар, алдын ала қолдарыңызбен дөңгелетіп шарик жасап алып та қойсаңыздар болады. Самсаларыңыз өте әдемі болып шығады. Осылайша барлық самсамызды түйіп шығамыз. Пешімізді алдын ала 170-180 градуста қыздырып қоямыз. Самсамыздың бетіне жұмыртқаның сарысына азғана сливкиді қосып жағып шығамыз. Сливкидің орнына сүт қоссаңыздар да болады.
самсамыздың бетіне қалауыңыз бойынша күнжіттарды сеуіп шықсаңыздар болады. Мен осылай ортасына қара күнжіт, шеттеріне ақ күнжіттен сеуіп шықтым. Қызып тұрған пешке қызарып әдемі түске енгенше пісіріп аламыз. 30-35 минут кетеді. Менде 30-35 минут кетті. Самсаларымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Сондай қытырлақ болып. Сіздер де жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне қалдырсаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Жанар. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.